Сәлем достар, менің есімім Диасбек Мұрат. Қазақстан азаматтық альянсының ұйымдастыруымен тарих және мәдениет саласындағы волонтерлікті дамыту жобасы аясында ұйымдастырылған шағын грант иегері болып табыламын. Мен шағын грант жобамның тақырыбы Каз Story жобасы. Бұл жобаның негізгі мақсаты жастар арасында ұлттық мәдениетті, тарихи мәдениетті қалыптастыру, жаңа трансформацияға дәріптеу және жастар арасында этноволонтерлікті дамыту болған болатын. Осы жоба аясында шамамен 150-ден астам адам қамтылды. Оның ішінде өткізілген шараларға келетін болсам, біріншіден оқыту тренингтер ұйымдастырылды. Яғни мәдени мұра дегеніміз не, мәдени мұраны сақтау, этноволонтерлік туралы ақпараттар берілген болатын. Екінші шарамыз сюжет жазу және тарихи мәдениет тақырыбында шеберхана құрылған болатын. Бұл жерде әртүрлі жастар сюжет жазып, алдағы уақытта, алдағы шарада, яғни үшінші шарамыз иллюстрация және жаңа технологияларға дәріптеу шарасы, яғни жазылған сюжеттерді иллюстрация әртүрлі форматтарға келтіріп жасаған болатын. Екінші әрі қарайғы шарамыз біздің Каз Story күні, яғни таныстырылым кеші ұйымдастырылған болатын. Жоба нәтижесінде жасалған жұмыстардың қорытындысы қорытындыланды. Жастарға алғыс хаттар табысталған болатын. Осы жобаны, шағын грантты қолдаған Қазақстан азаматтық альянсына алғысымды білдіремін.